5 жасар қыздың бала туғанын және ер адамның 3 бала туғанын естігендеріңіз бар ма? Өмірде де бізден де ерекше адамдар бар екенін жақсы білесіздер. Мысалы, мына жағдайларға қарап, әттеген-ай дегеннен басқа не айтамыз? Ассалаумағалейкум, баршаңызға бейне басталмастан алдын артамызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Егіздердің кейде бір-біріне жабысып туылатынын білесіздер. Мына қыздар да бастары жабысып туған, анасының құрсағында жатқан кезде толық бөлінбей қалғандықтан осындай жағдай болған. Мұндай жабысып туған егіздер сирек болса да кездеседі. Неге бірден операция жасалмаған деген сұрауыңыз болса, себебі олардың миындағы қан тамырлары да ортақ болған. Соған қарамастан 11 сағатқа созылған операция жасалған. Қазір екі қыз да жақсы өмір сүріп жатыр. Махендра Ахервар мойны қисық болып туған, оның сүйектері өте әлсіз болғандықтан мойны басының салмағын көтере алмаған. Жүре алмай, үнемі біреудің көмегіне мұқтаж болып өмір сүрген. 2016 жылы оған операция жасалып, мойнына арнайы темір қойылды. Ол басын тік ұстай бастады. Алайда 8 айдан кейін қайтыс болды. Және жанатта болсын. Кейтия Ренфо есімді қыздың ауруын әлі күнге дейін дәрігерлер нақты анықтай алмаған. Анасының жүктілік кезінде балаңыздың басы үлкен болады деген. Бірақ қыздың басы емес, беті ерекше үлкен болып туған. Ол жүре де сөйлей де алмаған. Кейін операция жасалып, бетінің бір бөлігі мен тілінің бір бөлігі алынды. Бірақ бұл толық көмектесті деу қиын. Сиам егіздері Эбби мен Британия әлемдегі ең танымал жабысып туған егіздер. Дәрігерлер олар бір күн ғана өмір сүреді деген. Бірақ қазір олар 35 жаста. Денелерінің жоғарғы бөлігі бөлек, ал төменгі бөлігі ортақ. Қызығы, олардың бірі тұрмысқа шықты, екіншісі әзірге бойдақ. Соңғы уақытта олардың балалы болды деген қауесет те тарады. 2009 жылы Қытайда бір сәби ерекше болып дүниеге келді. Дәрігерлер оны біраз уақыт анасына көрсетпеген. Баланың бет сүйектері дұрыс дамымағандықтан түрі өзгеше болған. Оған бірнеше миллион теңгеге операция жасалды. Нәтижесі толық белгілі болу үшін жылдар қажет деді мамандар. Тағы бір қытайлық жігіт сколиозбен туған. Омыртқалары қисайып қана қоймай, артқы сүйектер өсіп кеткен. Жақында оған да операция жасалды, бірақ нәтижесі жайлы нақты ақпарат жоқ. Қол аяқсыз туған бір жігіт бар. Соған қарамастан ол аузымен жазып, тіпті PlayStation ойнауды да үйренген. Енді ең таңғаларлық оқиға Лина Медина. Ол 5 жасында жүкті болып, әлемдегі ең жас ана ретінде рекордтар кітабына енді. Дәрігерлер алғашында ісік деп ойлаған, алайда ол жүкті болып шыққан. Оған кесар тілігі жасалып, дені сау ол дүниеге келген. Қалай жүкті болғаны әлі күнге дейін жұмбақ. Тағы бір оқиға, 3 бала туған ер адам. Негізі ол бұрын әйел болған, кейін жынысын ауыстырып, ер адам ретінде өмір сүрген. Бірақ бала сүю үшін гормон қабылдауды тоқтатып, өзі жүкті болып, 3 бала туған. Сондай-ақ сирек кездесетін синдром бар. Кей адамдар 2 аяқпен емес, 4 аяқтап жүреді. Бұл алғаш Түркияда анықталған. Тағы бір балада 3-ші қол болған. Бұл да толық бөлінбей қалған егіздің белгісі. Операция жасау қауіпті болғандықтан жағдайы белгісіз. Сонымен бүгінгі шығарылым ұнаса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бейбіт.